Сәлем достар. Бүгін біз сендерге Соловей деп аталатын керемет фильм туралы айтып береміз. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал біз бастадық. Тасмания 1825 жыл. Қара соғыс кезі Клэр күйеуі Эйденмен бірге тұрады. Олардың кішкентай қызы бар. Клэрға жақсы дауысы үшін Бұлбұл лақабын берді. Бір күні жоғары әскери басшылық қалаға келгенде Клэр ән айту үшін шығады. Ол бұрын сотталған, ол басшылықтан көптен күткен бостандық беретін құжаттарды алуға үміттенеді. Қыз әнін айтып біткеннен кейін, лейтенант Хокинс қызды сөйлесуге шақырады. Қыздан жоқ деген жауапты алған Хокинс қызды күшпен алып, сол жердің өзінде айуандықпен зорлайды. Үйге оралған Клэр не болғанын күйеуінен жасыруға тырысады. Әйелінің босату құжаттарына әлі қол қойылмағанын білген Эйден Хокинспен сөйлесуге жеке бармақшы болады. Таңертең тынысы тарылып, қыз күйеуімен лейтенанттың әңгімелесуге кетіп бара жатқанын бақылайды. Бірнеше минуттан кейін Эйден әйеліне ештеңе шықпағанын айтады. Кешке араққа әбден тойған Эйден Хокинспен сөз таласып қалады және оны ұрады. Олардың төбелесіне бас қолбасшы Гудвин куә болады. Ол лейтенантты кабинетіне шақырып, болған оқиға үшін сөгіс айтады. Сонымен қатар Гудвин Хокинске капитан дәрежесіне ұсыныс бермейтінін айтады. Әңгімеден кейін ашуланған лейтенант, ол өзімен 2 сарбазды алып, жас отбасының үйіне басып кіреді. Хокинс Клэрді ер адамдың көзінше күштеп зорлайды. Содан кейін Эйдонды атып өлтіреді және қызды сарбаздарға пайдалануға береді. Сәбидің жылағанына шыдай алмаған сарбаздың бірі нәрестенің басын есікке ұрып өлтіреді. Олар күйеуі мен сәбиді өлтіріп, қыздың басына мылтықтың артымен ұрып, есінен тандырып кетеді. Біраз уақыттан кейін оянған бейшара Клэр күйеуі мен қызының денесіне үреймен қарайды. Ол баласының денесін алып комендатураға барады, бірақ ол жерде қызға сарбаздар бұлай істеуі мүмкін емес деп сөзін жоққа шығарады. Шарасыз қыз ол жерден шығып кетеді. Ашуланған Клэр Хокинстің солтүстікке жаңа жорыққа кеткенін біліп, өлген баласын көршісіне тастап, кек алу ниетпен сол жаққа қарай жол тартады. Адаспау үшін ол Билли атты жол серікті көмектесу үшін алады. Олар бірге сарбаздар ізімен жүреді. Таңертең жаңбыр жауа бастайды. Олар жолды тоқтатпауды шешеді. Осы уақытта сержант Рус орманнан кішкентай қызы бар қара тәнді әйелді байқайды. Ер адам байғұс әйелді арбаға байлап, қызын сол жерге тастап әйелді алып кетеді. Ал Клэр мен Билли жолда үлкен суға тап болады. Олар өзенді кесіп өтіп, бара жатқанда тамақтары бар қапшықты жоғалтып алады. Олар аш қалғанына қарамастан жолын жалғастырады. Түн болды. Бұл уақытта Хокинс қара тәнді әйелді аямастан ұрып, өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырады. Ал таң ертең Билли қару дайындап, аң аулауға кетеді. Бұл уақытта қара нәсілділер Хокинстің отрядына шабуыл жасады. Олар жұмысшылардың бірін өлтіріп, Жаганы жарақаттайды. Ол адамдар әйелін іздеп келген еді. Лейтенант олардың көз алдында әйелді өлтіреді, қажетті заттарды алып, орманға қашады. Жараланған Жага орманға қарай қашады. Адамдарды көріп, көмекке шақырады. Оның алдында өзі өлтірген нәрестенің анасы тұрғанын көріп, Жага артқа қарай жүгіреді. Клэр оны қуып жетіп, мылтықтың артымен өлгенше ұрады. Оны көрген Билли қызды есі ауысқан деп ойлап, әрі қарай көмектесуден бас тартады. Бірақ Клэр болған жағдайды барлығын айтып береді. Осыдан кейін жігіт аяғына дейін көмектесуге сөз береді. Таңертең тағы бір қорқынышты түстен оянған қыздың кеудесі қатты ауырады. Себебі ол емізетін ана, ал сүттің барар жері жоқ. Аң аулап қоян ұстап әкеледі. Көптен бері тамақтанбаған Клэр қуанып қалады. Чарли Хокинс отрядының жетекшісі оларды тұйыққа апарады. Ол мұны әскерлер оның отбасын өлтіргені үшін жасағанын айтады. Лейтенант дұрыс бағытта шығу үшін ұсыныс жасайды, бірақ қарт бас тартады. Сержант Рус оны ойланбастан атып тастайды. Біраз уақыттан кейін Билли мен Клэр де жетіп келеді. Олар Чарлидің денесін тауып алады және дәстүр бойынша жерлейді. Енді тіпті Билли де ағасы үшін кек алғысы келеді. Олар тез жүріп Хокинс отрядына жетіп алды. Хокинс Клэрді байқап, бірінші болып атып, оны қолынан жаралады, қыз жерге құлайды. Билли Хокинс отрядымен бетпе-бет келеді. Олар жігітті ұрып соғады, бірақ өлтірмейді. Керісінше қалаға жол көрсетуге мәжбүр етеді. Жолда ол құстарды шақырғандай қатты дыбыстар шығарады, бірақ іс жүзінде ол Клэр адаспау үшін белгі береді. Адасып қалған қыз жолға қалай шығып қалғанын түсінбейді. Сол уақытта қасынан өтіп бара жатқан күйме тоқтайды. Онда отырған құрметті ханым қызды өздерімен әкетуді шешеді. Бір кезде қыз Биллидің орманнан шығып, оған қарай жүгіріп келе жатқанын көреді. Қыз арбадан түсіп Биллидің қасына барады. Билли бір амалдап қашып келген екен. Олар қайта қосылып жолдарын жалғастырады. Екеуі жақын маңдағы үйді көреді. Үйден өздеріне керекті заттарды алып қала ішіне жол тартады. Таң ертең олар қалаға жетіп келеді. Онда олар Хокинспен бетпе-бет келеді. Хокинс офицерді өлтірмек болған ұрыны ұстадық деп сарбазының біріні констеблге жібереді. Ашуланған қыз Биллиге жасырынуды айтады. Ал өзі Хокинстің соңынан барады. Барлық офицерлермен отырғанын көрген Клэр өзі сезінгеннің бәрін жексұрынның бетіне айтады. Жаңа басшылықтың алдында ақталмақ болып, қыздың үнін өшіру үшін бетінен ұрады.
Жауап ретінде қыз Хакинстің көзіне қарап ән айта бастайды. Содан кейін ол үнсіз бөлмеден шығып кетеді. Билли оны атқа отырғызып қала сыртында жасырынуға кетіп қалады. Түнде Клэр оянып Биллиді таппайды. Ол жігітті іздеп қалаға жол тартады. Бұл уақытта Билли денсін бояп Хакинстің бөлмесіне кіріп, оны найзамен ұрып өлтіреді. Жүгіріп шыққан сарбаз жігітті атады. Билли өзін жоғалтпай солдаттың да көзін құртады. Клэр жігітті атқа отырғызып алып кетеді. Түннің қалған бөлігінде қыз бен жігіт өзен жағасына келеді. Қатты жараланған жігіт құмда отырып өзінің соңғы таңын қарсы алады. Күннің шығысын көріп, Клэр ән айта бастайды. Қыздың қолынан келгені осы. Оның өмірін құртқандардың бәрі жазаланды. Оның өмірі енді не болатыны маңызды емес. Достар, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егер де сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт береді.